Сегізаяқ пен бізде ортақ не нәрсе бар? Негізінен оларда өкпе, омыртқа, тіпті оларды сегізаяқтылар деп атайтын зат есімде жоқ. Бірақ олардың жұмбақты шеше алатын, бақылау арқылы үйрене алатын, тіпті бізге белгілі жануарлар сынды құралдарды қолдана алатын қасиеті бар. Олардың ақылын ерекше ететін нәрсе олардың биологиялық құрылымының біздікінен мүлдем бөлек болуы. Сегізаяқтардың 200-ге жуығы цефалоподтар класына жататын моллюскалар. Цефалопод грек тілінен аударғанда басаяқтылар. Сегізаяқтардың миы өте үлкен, бас пен дене көлемдерінің қатынасы өзге саналы жануарлармен шамалас. Ал миындағы күрделі нейрондар саны иттердікінен кем емес. Бұл 500 миллиондай нейрон өзге жануарлардағыдай мида ғана шоғырланбаған. Олар сегізаяқтардың бүкіл денесінде 3 негізгі құрылымға біріктірілген өзара байланысты ганглийлер желісіне таралады. Орталық мида нейрондардың шамамен 10% ғана бар, ал екі үлкен оптикалық бөліктерде ол 30% құрайды. Нейрондардың қалған 60% өзіндік ақыл-ойы бар адамдардың қолы секілді рөл атқаратын қармауыштарында орналасқан. Осыдан қызықтың бәрі басталады. Омыртқалылардың біздік сияқты денесін тіреп тұратын қаңқалары және қозғалуға мүмкіндік беретін буындары бар. Бірақ қозғалыстың барлығын істеу мүмкін емес. Сіз мысалы тізеңізді артқа қарай немесе білегіңізді ортадан бүге алмайсыз. Ал цефалоподтардың сүйектері мүлдем жоқ. Бұл олардың аяқтарын кез келген нүктеге және кез келген бағытта бүгуге мүмкіндік береді. Алманы ұстау және жеу сияқты қарапайым тапсырманы қарастырайық. Адам миында біздің денеміздің неврологиялық картасы бар. Алманы көргенде миымыздың қозғалтқыш орталығы тиісті бұлшықеттерді іске қосады. Бұл сізге қолыңызды созып, алманы алақаныңызға ұстап, шынтақ буыныңызды бүгіп, аузыңызға жеткізуге жағдай жасайды. Сегізаяқ үшін бұл үрдіс мүлдем басқаша. Басаяқтардың миында дене картасы емес, мінез-құлық кітапханасы бар. Сегізаяқ тамақты көргенде, оның миы белгілі бір дене мүшесін ғана белсендірмей, керісінше бүкіл денесімен ұстап алатындай әрекет жасайды. Сигнал желі арқылы өтіп бара жатқанда, қол нейрондары хабарламаны алып, қозғалысты басқаруға кіріседі. Қол тамаққа тиген бойда, бұлшықетті белсендіретін толқын қол бойымен оның негізіне дейін өтеді. Сол уақытта қол басқа толқынды негізден ұшына дейін кері жіберіп отырады. Сигналдар тамақ пен қолдың негізі арасында жарты жолда кездеседі. Бұл сол жерде қол иілу керек екенін білдіреді. Мұның бәрі сегізаяқтың әрбір 8 аяғы өздігінен ойлана алатынын көрсетеді. Бұл оған жаңа жағдайға немесе мәселеге тап болған кезде, немесе қамаудан қашу, шөлмекті ашу болсын, жаңа ортада қозғалу немесе сыртқы ортамен үйлесу үшін терісінің құрылымы мен түсін өзгерту болсын, кез келген жаңа икемділік пен шығармашылықтарға ерік береді. Кейде тіпті жауларын үркіту үшін өзге жаратылысқа айнала алатын мүмкіндікті туғыза алады. Цефалоподтардың миы омыртқалы туыстарымыздан әлде қайда бұрын дамыған күрделі ми болуы мүмкін. Сегізаяқтық зияткерлік тек сегізаяқ үшін пайдалы емес. Олардың түбегейлі ерекшеленетін жүйке жүйесі мен автономды ойлауы жұмсақ материалдардан жасалған икемді роботтарды жасаудағы жаңа зерттеулерге шабыт берді. Эволюциялық жолда интеллекттің пайда болуын зерттеу бізге сана мен интеллект жайында көптеген түсінік беруге көмектеседі. Тағы қандай сананың формалары болуы мүмкін екенін, олар қоршаған әлемде қалай жұмыс жасайтынын кім біледі? Ал сіздің ойыңызша сегізаяқтар IQ тұрғысынан адамдарды асып түсе ме? IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.